Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді ашытқы қосылмай жасалатын бауырсақтың жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай әрі жылдам дайындалады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар жылы айран, ұн, жұмыртқа, сұйық май, қант, ас содасы және тұз. Ең алдымен ыдысқа жылы айранды құямыз. Сонан соң ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Қазір айранның бетінде көбіктер пайда болады. Келесі кезекте қантты саламыз. Тұзды саламыз. Сонан соң жұмыртқаны саламыз. Сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Бауырсақта ас соданың дәмі ешқандай білінбейді, өте дәмді болып шығады. Келесі жасайтынымыз дайын болған сұйық массаға ұнды аз-аздан сала отырып, қолға аздап жабысатын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Мен алдын ала електен өткізіп алдым. Қамырды бастапқы кезде венчикпен, лопаткамен араластырып, ары қарай қолмен илейміз. Мінекей бізде жұмсақ қамыр дайын болды, аздап қолға жабысады. Қамырдың бетін жауып, бөлме температурасына 10 минутқа қалдырамыз. Дайын болған қамырдың астына аздап ұн сеуіп жаятын боламыз. Қамырды қатты жұқада, қалыңдай етпей, орташа етіп жаямыз. Бауырсақтың формасын өз қалауыңызша дөңгелек етіп жасасаңыз болады. Мен бауырсақтың формасын осы видеодағыдай жасадым. Достар, менің каналымда ашытқымен жасалатын бауырсақтың жасалу жолы бар, қарап көріңіздер. Қамырды видеодағыдай арнайы кескішпен немесе пышақпен барлығын кесіп шығамыз. Сұйық май қызғанша бауырсақтардың бетін жауып қоямыз. Ендігі кезекте қатты қызып тұрған сұйық майға бауырсақтардың барлығын пісіріп аламыз. Бауырсақтардың арасы толықтай пісіп, дәмді болып шығады. Бауырсақтың құрамына ашытқы қосылмайтын болғандықтан өте жылдам дайын болады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Мінекей достар, өте дәмді әрі жылдам дайындалатын бауырсақтар дайын. Бауырсақтар өте жұмсақ болып шығады, аралары толықтай піседі. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.